Аман мен телефон. Асан ағайдың Аман деген баласы 5-ші сыныпта оқиды. Оның бір жаман әдеті, мектептен үйге келген бойда телефонның құлағына тыныштық бермейді. Өзі секіріп, ойнап тоздырған орынжайға жатып алып, досан досымен ұзақ сөйлеседі. Міне, ол: «Алло, досан, есебіңді шығардың ба?» деп орынжайға шалқасынан жатып алып, таңқыш танауын аспанға көтереді. «Есепті шығардым, оны сенің дәптеріңе көшіріп қойдым», деп досан мақтанып маңғаздана жауап берді. Аманның ағасы Ахай інісінің кесірленіп жатқанын көріп қалып, «Телефонмен жатып алып сөйлескенің әдепсіздік қой», деп киеді. «Көке, кедергі жасамаңыз», деп Аманның көзі шарасынан шығып кете жаздады. «Үйге берілген тапсырманы досанға орындатқаның жалқаулық қой балам», деп Анар қабағын түйді. «Мен жалқау емеспін», деп Аман қолын бір сілкіп, телефон тұтқасына жармаса түсті. Алло, досан, мен әлгі, білесің ғой, сол қызбен ұрысып қалдым. Қойшы!» Аманның телефондағы жыры таусылмады. Сөйтіп, ол уақытты ұтымды пайдалану туралы өзі түзген күн тәртібін ұмытып кетті. Келесі күнгі сабақтан зорға дегенде 3-тік арқалап қайтты. «Телефонның кесірінен оқудағы үлгерімің бір жақсармай қойды», деп Асан ағай киіп жүр. Ал Аман кимейді. Өйткені онда әдеп пен намыс жоқ. Әдепсіз, намыссыз бала әке-шешенің тілін алмай, оларды ренжітіп, өзіне бақытсыздық әкеледі. Әбдібай табылды. Орынжай деген сөз бұл жерде диван. Әбдібай табылды ақын, жазушы, аудармашы. Ол 1926 жылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңатұрмыс ауылында туған. Балаларға арналған «Бөбекке сөз», «Қайырлы таң», «Балалар» және тағы басқа жинақтары бар.